Болашақ халықаралық стипендиясының иегері Нұрлан террорлық топтың тұзағына түсті. Заңгер жігіт радикалды идеяға тойтарыс бере алмапты. Мысыр және Сириядағы оқиғалар басталған уақытта Лондонның өзінде де Еуропаның басқа қалаларында үлкен насихат жүргізіле бастады. Жер жаһанның құтын қашырған Даишпен әлем күресуде. Бірақ жыланды 40 жерден кессе де кесірткедей қауқары қалып тұр. Салафизмнің өзінің ішінде бөлінетіндер бар. Неше түрлі касталарға бөлініп кеткен бұл кісілер. Араларының бір-бірінде көзқарастарын мойындамайтын адамдар бар. Сирия тарихының қайғылы кезеңіне нүкте қойылмады. Қару асынған, айналасына заһарын шашқан лаңкестер түпкілікті жойыла қоймады. Күштік әрі идеологиялық қуаты әлі де бар. Кезінде содырлардың сойылын соққандардың бірі Нұрлан. 2006 жылдары намаз оқи бастаған жылдары сәләфи ағымны түсіп кетті. Сол ағымдағы уағызшыларды тыңдай бастадым. Басқа мазхабтарды, басқа ислам мектептерін мойындамайтын бағыт болып саналады. Заң университетін бітіргеннен соң прокуратурада 1,5 жыл жұмыс істедім. Әртүрлі проблемаларды жақыннан көре бастаған уақытта діни, яғни көзқарастарым қарама-қайшылыққа түсе бастады. Ол діни ұстанымына байланысты погонын шешті, прокуратурадан кетті. Жолы болып, болашақ халықаралық стипендиясын иеленді. Бұл экстремизм вирусы әлі түйсігін толық тұмшалап үлгермеген уақыт еді. Нұрлан тұманды альбионға аттанғанда мықтыларға қарап бой түзеп, артық ойын күзеп, ғылымға ден қояды деп үміт күткендер көп болды. Болашақ программасымен оқуға түстім. Англияда жаңа өмір басталды. Лондонның өзінде, Францияның өзінде ресми оппозициялық топтар құрылып, соларға сондай бір қозғалыстар жүргізуге мұрша берді. Екінші жағынан YouTube'те, басқа каналдарда өте көп жихад жайында насихат жүргізілді. Жүйелі білім болмағаннан кейін осындай көзқарастарға біз ілігіп кеттік. Жихад екі түрі болды. Рухани жихад, ол күніге біз жақсылыққа қарай ұмтылу сол. Екінші материальный жихад, ол материальный жихад болу үшін 3 шарты бар. Бірінші, басшы анық болу керек, ол елбасы, президент айту керек оны, Құдай сақтасын. Екіншісіне ол мақсат айқын болу керек. Үшіншісі, төніп тұрған қауіп анық болу керек. Кешегі Сирияға ешкім Саудияның королі да, Түркияның президенті да, ол Қатарда ешкім айтқан жоқ жихад деп. Жихад деп айтса, мемлекеттің өнесі соғысу ол. Ол айтқан күнде де, ол біздің президент емес қой, сол өзінің еліне парыз болады. Нұрланның ғылыми жұмысы халықаралық қатынастарға арналды. Бұл Даиштің үндеуі жаһанға таралып, Сириядағы соғыс ушығып тұрған кез болатын. Жерлесіміз діни көзқарасы әрі радикалды уағыздың күшімен Сирия синдромын зерттемекке бекінеді. Лондондағы оқуын тастап, психологиялық қарақшыларды жақтап, имандылықтан алыс, надандыққа жақын бүлікшілердің сапын толықтырады. Үлкен саясаттың болып жатқанын соларға барғанда түсіндік. Оппозициялық бағыттағы топтар бар, жалпы тек қана билікке ұмтылған топтар бар, немесе сол жердің ресурстарын басқа мемлекеттердің мүддесіне жұмыс істейтін топтар. Ең аз дегенде 15-тен астам үлкен топтар бар. Даиш бір күнде пайда болмаған құбылыс. Мұздай қаруланған ұйымды ойынға қосу үшін 7 жоспар құрылған. 90 елдің содыры бір уақытта Сирия мен Иракта бірігіп, қарулы қақтығыстарды жүзеге асыруы соның дәлелі дейді сарапшылар. Салдарынан тұтас бір елдің іргесі шайқалып, халқы босып, тұрмысы тозып, экономикасы құрдымға кетті. Саудиядан оқып келгендер болды, Мысырдан оқып келгендер болды.
оны жаңағы халыққа көтере алмайтын мәселелердің барлығын есіктерін ашып берді. Қаупі не болды? Бүлікке ұласты, біріншіден. Ең желкеншісі адамдар бір-бірімен амандаспай қойды. Ең бірінші себеп адамдардың діни сауатсыздығында деп білемін. Нұрлан содырлардың ұлды құл, қызды күң еткенін көрді. Мүдделер тоғысқан жерде адам өмірін қию оңай әрі тез екенін ұқты. Басты айналдырар ақша, көп жерде арбайтындар мен алданатындардың болуы заңдылық екенін түсінді. Араға жарты жыл салып, отбасымды ертіп әкелем деген желеумен ол лаңкестер ордасынан қашып шықты. Сәләфи бағытының бірден бір қаруы басқаларды тыңдамайды. Сондықтан адамдар шындықты, шынайы дінді түсіне алмайды. Үлкен қатер жасадым. Жоспарларымды, мақсатымды, әке-шешемнің үміттерін орындай алмадым. Енді Құдай қаласа осы босаған уақытта үміттерін ақтауға тырысамын деп сенемін. Осылайша оның болашағы сәтсіз аяқталды. Өзгелер сияқты ақталмады. Лаңкестер ордасындағы озбырлықты боямасыз баяндады. Ғылыми диссертациясының орнына жастарға ой салар дүние жазбақ. Адасу оңай, жол табу қиын. Ал сенімге кіру одан да қиын екенін жеткізгісі келеді.